Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 249 мектеп-лицейдің 6-шы Б сынып оқушысы Әлімбай Аяулым. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған нейроқалашық ерекше балдардың қабілетін дамытуға арналған интеллектуалды орталық деп аталады. Бұл жоба ерекше білімді қажет ететін балаларға қолайлы, қауіпсіз әрі заманауи орта қалыптастыру мақсатында жасалады. Макеттің жалпы құрылымы, ішкі аумақтың орналасуы және әр ғимараттың функционалдық ерекшеліктерін балалардың дамуына өз үлесін қосады. Көріп тұрғандарыңыздай қазақ халқының ұлттық мұрасы киіз үйдің макеті бар. Бұл 2 қабатты киіз үй қазақы ою-өрнектермен безендіріп, халқымыздың бай мәдениеті мен дәстүрін айқын көрсетеді. Күй күмбірлеген киіз үйде балалар үшін демалыс орны жасалған. Оның ішінде әрбір бала кітап оқуға, жатын бөлме, тамақтану орнын жуынатын бөлмемен қамтамасыз етілген. Балалардың зияткерлік қабілетін арттыруға бұл жерде кинотеатр орналасқан. Кинотеатрдың басты мақсаты әрбір ерекше балаларға жас ерекшеліктеріне сәйкес түрлі бағытта киноларды тамашалауға қолайлы атмосфера қалыптастырады. Ерекше оқушы қоғаммен тең дәрежеде мәдени өмірге жағдай жасауды көздеймін. Енді мен макетімнің әрбір бөлігін таныстырып шығайын. Ерекше дизайнда жасалған Ковер King, жылдамдығы жоғары интернет желісі қосылған. Қолдану ғана емес, шығармашылық, логикалық ойлау және өз бетінше жұмыс жасауға дамыта алады. Торсық тәріздес 2 қабатты дәмхана, ұлттық сусындармен қамтамасыз етілген. Бұл дәмхананың ерекшелігі балдардың дамуына қажетті шұбат, қымыз, сүт, айран, құрт, ірімшік тәрізді өнімдермен қамтамасыз етілген. Күн көзінің жылуымен жылайтын бассейнде жүзу денсаулыққа өте пайдалы, әрі қауіпсіз спорт түрі болып табылады. Жаздық қар үй тәріздес күрекке таза ауада демалып, табиғат аясында әсемдігін үйлесіп, әңгімелесу және уақытты тиімді пайдалануға арналған орын. Тағы бір ерекшелігі орталықта жарықпен қамтамасыз етілген және ауаны таза, ылғалды ұстау үшін ылғалдырғыш орналасқан. Бұл ылғалдырғыш барлық орталықта таза ауамен ылғалдандырады. Бұл дегеніміз балалардың денсаулығына өте пайдасы зор. Жалпы бұл орталықтың мақсаты ерекше балдардың жағдайын жасау, саламатты өмір салтын ұстану, денсаулықтарын нығайту. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.